Сәлем достар, бүгін біз мысық пен иттің достығы туралы ертегі айтамыз. Бұл ертегіде қызық оқиғалар болады. Достар, қараңдаршы, біздің ертегіміздің кейіпкерлері. Олармен қандай қызық оқиғалар? Онда ертегіні соңына дейін көріңіздер. Бір күні Мараттың үйінде ерке ала мысық өмір сүріп жатты. Ол жұмсақ төсекте керіліп, өте бақытты еді. Менің сүйкімді мысығым, қандай әдемісің. Мяу, маған осылай жатқан ұнайды. Марат биыл мектепке барғалы, Күнара мысығын сабындап өзі жуындыратын болды. Енді жігіт болдым. Сені жуындыру өз қолымнан келеді. Мысығым, сен таза жүр, жарай ма? Мяу, жарайды. Сен өте жақсы мысықсың. Тыныш тұр, қазір таза болып шығасың. Мяу, су қой! Бір күні Марат үйге кішкентай күшік әкелді. Қарашы, мен кішкентай күшік тауып алдым. Бұл кім тағы? Күшік өте кішкентай әрі әлсіз еді. Сен әлі кішкентай екенсің. Кей күндері өзіне құйылған сүтті оған да беріп жүрді. Кеттік, ойна! Жарайды, допты қуалайық. Екеуі үйде Марат әкеліп берген қызыл допты қуалап ойнайтын, тіпті оның тазалығына қарау ала мысықтың үлесіне тигендей еді. Себебі қара күшік алғашқы күндері көбірек ұйықтап, кез келген жерге жата кететін. Ас алдында жуындың ба? Жуындым. Жуынсаң, қолың неге кір? Бетімді жуып, қолымды ұмытып кетіппін. Марат мектептен келген бетте екеуін де еркелете құшақтап алатын. Ала мысыққа сап-сары ірімшік берсе, күшік қызыл күрең майлы шұжық жейтін. Бұл күні Марат ала мысық пен күшікті күндегідей аулаға шығарып серуендеткен жоқ. Таң атқалы үйге келген балалармен ойнаумен болды. Бұл жолы да сол көнігіп алған әдетіне салып, ала мысық бұрышта жатты. Ал бұрын мұндайды көрмеген күшік борсаңдап балалардың аяғына оралып жүрді. Үйге келген балалардың мұны еркелетіп, қолына алмағаны жоқ. Әрқайсысы сыни бір сөз айтты. Сосымсың. Табаны жалпақ екен. Құлағын қарашы, құлағын. Балалар күшікті далаға алып шықты. Марат, күшігің бар ғой, нағыз шекарашы ит болады. Марат, оның аты Ақтөс болсын. Иә, Ақтөс болсын. Сол күннен бастап Мараттың ендігі алданатыны Ақтөс қана. Бірі төсекте, бірі оның алдына төселген кішкене кілемше үстінде. Ақтөс күннен күнге өсе бастады. Мысық бір жолы жоның жүрейтіп қорқытпақ болып еді, өзіне тап берді. Ала мысық сескеніп қалды. Кешегі тоқмейіл ала мысық шайдай ашық аспанына бірте-бірте бұлт үйіріле бастағанын сезді. Күні кешегі жалпақ жайлаудай көңіліне кірім ұялап, Ақтөстен дүниенің бәрін қызғанатын болды. Мысық қызғаныштан итке құйылған тамақты төгіп тастады. Мысық Ақтөстен дүниенің бәрін қызғанатын болды. Енді көрейін. Мә саған. Мысық, сен не істедің? Мә саған. Мысық, сен соңғы кезде өзіңді бір түрлі ұстайтын болғансың. Ақтөс үйге келгеннен кейін бәрі соны еркелететін болды. Маратта, балалар да көбіне сонымен ойнайтын. Мысық өзін жалғыз сезіне бастады. Кейде оған тамақ беруді де ұмытып кететін. Бәрі бүгін мені ұмытып кеткен сияқты. Қарным да ашып кетті. Асханаға барып тамақ жеп алсам қайтеді? Ақыры, бір кеште оламалы таусылып, еш шарасы қалмағандықтан ұрлыққа аттанды. Ептеп басып асханаға кірді. Тамақтың иісі шыққан шкафтың қасына барды. Екі аяғымен түртіп есігін ашқалы жатқанда: "Тоқта, қайда бара жатырсың?" Мен тек тамақ алғым келген. "Мұның не? Шаруаң қанша? Ұрлық жасау ұят емес пе? Дәм тұзды осылай ақтай ма? Біреуге дәм тұз, біреуге кермек. Жөніңе тайып тұр. Босқа қарап жатпа, тіршілік ет." Мынаны қарай көр. Сонда сенің қай еңбегің өтті бұл үйге? "Мен үй күзетем. Марат ойнайды. Кеше жоғалтып алған добын тауып бердім. Өскен соң Марат екеуміз шекарада тұрамыз. Сен онан да маған ер. Мен саған талай керемет көрсетейін." Сонда қайда барамыз? Бармаймын. Маған осы жер жақсы. "Барасың. Сен босқа жатып ойыңды іштарлық кеулеген. Адамның алғысына қарғыспен жауап бергің келеді. Бұл дерт, содан емдеймін сені. Сен мені өзіңе жау көресің. Бұл сапардан дос болып ораламыз." Барар жеріміз алыс па? "Қорықпа. Қиял деген ұшқыр мінсек заматта талай жерді шарлап шығамыз. Бұл кеменің ғажаптығы сол, ондай көреген нәрсе дүниеде жоқ. Тек сенім ғана керек. Сенімің мықты болса, қиял кемесімен нағыз зымыранға мініп солдыздарға баруға болады."
Маған тұқымдас Лайка деген иттің әлем кеңістігіне ең алғаш ұшқанын білесің бе? Естіп тұрғаным осы. Қайдан естисің? Қуысқа кіріп, бар тындыратының ұйқы. Ол көзін аспанға бір салып қойды. Дәл осы сәтте оның кеудесінде басқа бір қызғаныш оты зу ете түскен еді. Ту сол аспанға өзім ұшқанымда ғой? Анау не? Ол менің үйім. Мен енді өзімше сонда бөлек тұрамын. Жақсы ма? Қорықпайсың ба? Неден қорқамын? Мен енді есейдім ғой. Ала мысық үндемеді. Атам заманнан өзіне бұның өз тұрағы болмағанын ол қайдан білсін? Енді менің сөзіме құлақ қой да соңыма ер. Көзіңді ашпа. Көңіліңді алаңдатпа, ойыңды басқа жаққа бөлме. Көкжиекке дейін созылған алып дария гүрілдеп ағып жатты. Ақ көбік атқан толқындар жағалауға соғылып жатты. Мұны көрген ала мысықтың жүрегі суылдап, қорқып кетті. Қорықпа, алға! Ала мысық енді дарияның үстімен келеді. Табанының асты былқ-былқ еткен жұмсақ мамық секілді, өзін баяу тербетеді. Кенет судың астынан үлкен бір балық шыға келді. Мысықпен қатарласа берді. Иығына сөмке асынып алған. Сен кімсің? Мені адамдар дельфин дейді. Асығып қайда барасың? Шаруам тығыз, жұмысқа ұрт. Мені жағада адамдар күтіп тұр. Адамдар? Сен де адамға қызмет етесің бе? Адамға қызмет ету үлкен бақыт қой. Сен қайдан келдің? Мұны білмейтіндей. Қызметің қандай? Мен хат тасимын. Мына судың астында өте тереңде адамдар отыр. Олар су астын тексереді. Олар саған не төлейді? Сен қызық екенсің. Мылжыңдап жолымды бөгедің. Сүт бере ме, тәтті нәрсе бере ме? Адам маған сүт те, ештеңе де бермейді. Маған олардың алғысынан қымбат нәрсе жоқ. Алғыс? Адамды қуантып, оның алғысын алғанға не жетсін? Дельфинім, саған алғысым шексіз. Енді тура алдына қара мысық. Ала мысықтың алдында масаты кілемдей жайқалған кең дала жатты. Бір кезде қойдың арғы шетінен бұған қарай үлкен бір құс келе жатты. Шидей ұзын сирақтары аттаған сайын арбаң-арбаң етеді. Үстіне дөңгелене қалған қауырсынды мамық жүні шолақ тігілген көйлек сияқты, тізесіне жетпейді. Оның осы бір ысқынсыз сиқын көріп, ала мысық тұмсығының астымен мырс етті. Құс едіреңдеп қасына жетіп келді. Сен кімсің? Неғып жүрсің де? Өзің кімсің? Мен түйе құспын. Күн ыстықта неғып жүрсің? Көрмейсің бе? Мына қойларды мен бағамын. Өзіңдікі ме? Адамдардікі. Ақ төлей ме? Есің дұрыс па? Маған ақының керегі не? Мына далада жейтін асым тептегін. Онда неғып мынандай шыжғырған ыстықта босқа арам тер болып жүрсің? Енді жөніңді тап. Бұл маңға сен тұрмақ, машинаның өзін жуытпаймын. Түйе құс маңғаздана маң-маң басып бұрылып жүре берді. Түйе құсым, саған үлкен рахмет, жарайсың. Ақтөс осы сәтте дауыс берді. Мысық, енді оң жағына көз сал. Бетін балдыр басқан кішкентай ғана көлшіктің қасында тұр екен ала мысық. Құрбақалар бірінің сөзіне бірі құлақ қоймай, бет-бетімен бақылдасып жатыр. Тыныштыққа үйренген ала мысықтың басы әңкі-тәңкі болды. Ол бұл маңнан тезірек кетпек болып аттай беріп келіп тоқтады. Көзі мүйіз көзілдір кигенде шарасынан ақшия шыққан жалпақ танау бір құрбақа талтаң-талтаң басып қарсы алдына келіп қалыпты. Бақ, саған да мағлұмат керек пе? Нендей мағлұмат? Ауа райын білгін келе ме? Оны қайтемін? Квек. Онда әрмен жүр. Қазір адам келеді. Оған дейін бақылауды бітіруіміз керек. Адам келеді дейсің бе? Сонда сен де адамға қызмет етесің бе? Етпегенде ше, біздің еңбегімізге олар риза болса, үлкен қуаныш сол. Сондағы еңбегің шалшық суды бақылау ма? Сен түк білмейтін неме екенсің ғой. Біздің еңбегіміздің қадірін білу үшін саған әлі оқу керек. Оқу дейсің бе? Иә, мына біз ауа райын зерттейміз. Сонда дәл білесіңдер ме? Дәл білмегенде ше, мына біз судан шығып жағалауда жүрміз. Неге? Білмеймін. Мұның себебін адам ғана білет. Көп оқығандығынан білет. Мен де білейін, айтшы. Айтуға болады, біздің жағаға шығуымыз жауынның хабары. Біз су астында жүрсек, күн ашық болғаны. Біз бір сүңгіп бір шықсақ, ол күні ауа райы құбылмалы болады. Түсіндің бе, маубас? Бақаларым, бүгінгі ауа райы қалай болар екен? Бүгін жауын жауады. Жаңбыр жауса түгін бөлінер. Ала мысық сілкініп қойды. Бұл арадан тезірек кетуге асықты. Мұны білгендей Ақтөстің даусы естілді. Мұрының не сезіп тұр? Майшелпектің құймақ пен самсаның иісі келеді. Қарның ашқан ғой.
жүр кеттік. Ала мысық қатты қуанды, аяғын бірер аттап тұра қалды. Қарсы алдында зәулім үй. Оның астыңғы қабаты созылған асхана екен. Маңайында ешкім жоқ, есігі жабық. Тағамның иісі танауын жарып, аш өзегі талып, іші шырылдаған ала мысық зып етіп кіріп кетпек болып еді. Құлағының түбінен ысылдаған дыбыс шықты. Ала мысықтың денесі түршігіп, өне бойы диретіп, кейін имене берді. Кіруге болмайды. Неге? Менің қарным ашты. Болмайды. Өзің не қып тұрсың? Күзетшімін. Саған адам шынымен сені осы асхананы күзетуді тапсырды ма? Сенбегенде ше, біз адаммен қашан дос екенімізді білмейсің бе? Өзінің атаң мен әкең саған ертек айтпай ма? Көп ауруға менің етім шипа, уым дәрі екенін естідің бе? Өзің өмірден артта қалғансың ба? Бізді адамдар қазір арнайы күтіп өсіреді ғой. Бізде олардың ақ ниетіне алғыспен жауап беріп, Ойын көрсетеміз, біріміз күзетеміз. Неге адамға қызметтен артық бақыт жоқ, адамға еткен еңбегің жанбай қалған емес. Жылан кім келіп тұр? Досыңды үйге кіргізсеңші. Еңбек жану, алғыс алу, бәрінің аузына біреу түкіріп дайын, бәрінің айтатыны бір сөз. Бұл қалай, а? Мен мұны неге білмеймін? Сен алғашқыда тышқан аулап қызмет еттің. Маратпен ойнап, көңілін көтердің. Бірақ еркен өзің сініп семірдің. Өзімшілдік, менмендік бітті бойыңа. Жалқаулықтың бір бұтағы тоқмелдік болса, бір бұтағы ұйқы. Тәтті тағам жеп, тәтті ұйқыға батуды бақыт санадың. Сөйтіп адамның өзіңе деген сенімін ақтама, түсіндің бе? Ал енді жүр осылай. Ақтөс ала мысықтың ішкі ойын ұғып, қателігін бетіне айтып салды. Енді қайда барамыз? Тағы да аралаймыз. Адамға қызмет етуді қуаныш санайтын құстар мен өз тектестерімізді көреміз. Осы да жетеді. Мысық көзін ашып жіберіп еді, есіктің алдында тұр екен. Сен менің ойымды қайдан білдің? Адамның ойын қабағынан біліп, жеті қат жер астындағы кең көзін иіскеп ашқанымда, қабағыңның түсуі іштарлықтан екенін, көз қарасыңнан маған өшігуіңді де сезгенмін. Өзің пәле екенсің. Мақтанба, ал мен кет. Қайда? Қамбаға. Менің ендігі орным сол ара. Ала мысықтың келген хабарын ести сала тышқандар қамбаны тастай қашты. Тырнағына иліккендері де аз емес еді. Сол күннен бастап қамбадан бірден шашау шықпады. Ұрланбайтын да болды. Себебі сыртта Ақтөс, іште ала мысық қарауылда тұрды. Мұндай тәтті тағамды бұрын татып көрмегендей, ала мысық тыңқиып тойып алады. Ықыласпен берген асқа не жетсін, шіркін! Мысығым саған рахмет, қамбада тышқан қалмады. Итім досым саған рахмет. Үйді күндіз түні күзетесің. Әф. Хал қалай достым? Өте жақсы. Жақсы естідім. Қалтқысыз достыққа не жетсін, шіркін? Бәрінен де адам игілігіне қызмет етуден артық бақыт жоқ қой. Ақылды адам алдымен ойлайды, сосын әрекет етеді. Ашуды жеңген адам ең мықты адам. Жақсылық жасаған сайын жүрек мейірімге толады. Қателессең түзетуге әрқашан кеш емес. Шынайы дос ешқашан қиындықта тастамайды. Батыр болу үшін күш емес, жүрек керек. Достық бар жерде бірлік болса, бәрі де мүмкін. Әркім өз ісін жақсы атқарса, өмір әдемі болады. Достар, сіздерге арналған өлеңімізді тыңдап көріңіздер. Мен бір кезде жалғыз едім, кейде мұңайып жүретінмін. Жанымда дос табылғанда жүрегім қуанышқа толып еді. Дос деген сенім тірегің, күйімда бірге жүрерің. Қуансаң бірге күлетін, мұңайсаң жұбаттар жүрегің. Достық бізге күш береді, жүректерге нұр береді. Бірге жүрсек қорықпаймыз, Дос болсаң бәрін жеңеміз. Досың болса қорықпайсың, жолың әрқашан жарықтай. Бірге жүрсек, досым менің, қиындық саған жолықпайды. достық деген
деген асыл нәрсе, бірге болсаң күштісің. Досыңды әркез сыйласаң, өміріңде нұрлышың. Достық бізге күш береді, жүректерге нұр береді. Достар қашан қадірлесең, сонда Өмірің гүлденеді. Достық бізге күш береді, жүректерге нұр береді. бірге жүрсек қорықпаймыз. Дос болсаң Бәрін жеңеміз. Достық бізге күш береді, жүректерге нұр береді. бірге жүрсек қорықпаймыз. Дос болсаң бәрін жеңеміз. Достық бізге күш береді, жүректерге нұр береді. бірге жүрсек қорықпаймыз. Дос болсаң бәрін жеңеміз. Дос болсаң бәрін жеңеміз. Достар, видеоны ұнатсаңдар лайк басып кетіңдер. Келесі ертегіні жіберіп алмау үшін лайк қойып жазылып қойыңдар.